көп рахмет, мықты. Енді мына кісіні таныстырып өтейік. Алмагүл Әшімқызы Киелі Май ауданы Жанаттілек ауылында Тәлкенов Әшімнің отбасында дүниеге келген. Бала кезінен ата әжесінің тәлім тәрбиесін көріп, эпос жырлары мен қысса кітаптарды көп оқып, жұмбақ жасырып, әжесімен той думандарға барғанда кейбір жыр дастандарды жатқа да айтып, үлкендердің ыстық ықыласына бөлінген. Жастайынан өнерге жақын Алмагүл сол кездегі қазақтың ақын қыздары Фариза Оңғарсынова, Рза Қонақова, Мариям Хакимжанова, Күләш Ахметова, Құштап Бақтыгерееваларының шығармашылығымен танысып, қызығып, өлеңдерін жаттап өскен. Ақын қыздың көңіліне шабыт отын жалындатып, қолына қалам алғызғанда осы ақын апаларының рухты өлеңдерімен өмірден ерте өткен облысқа танымал айтыскер ақын ағасы Қаршыға Тайкенов болса керек. Бүгін сіздер Алмагүл Әшімқызының шығармашылығымен танысып, Кәусар жырларымен сусындап, әндерінен шабыт аласыңдар деп ойлаймын. Ал енді кішкене видео көрсетейік. Осы 21 жылы оның бойына болған. Сізге арналған видео клип бар екен. Елімізге толды. Міне оның ішінде 56-ға толам. Былтырғы шығармашылығына. Нәр алып, ар болмысын руханияттың жауһарымен безбендеген бірегей жан. Ол өз ісінің кәсіби маманы ғана емес, біліктілігі мен білімі ұштасқан дарын иесі. Ұзақ жылдар мәдениет саласында қызмет етіп, еліміздің және өңіріміздің абыройын асқақтатып, халқына өлеңмен шашу шашқан Бұзаубаева Алмагүл Әшімқызы мерейлі 55 жаста болды. Ұлтының жоғын жоқтап, барын түгендеп жүрген Алмагүл Әшімқызы ұлттық құндылықтарды дәріптеп, дәстүрді насихаттауда сүбелі еңбегімен елге мәлім. Осы ретте мерейлі туған күнімен шын жүректен құттықтай келе, шығармашылық шабыт, толағай табыстар тілейміз. Құрметпен Шаңырақ орталығы. Барлығы Шаңырақ орталығында өздерінің басты өз наурыз айында туған кісі осындай болады екен деп ойлаймын. Өзіне наурыз айында онда туған. Өлең деген құдірет қойшынында, талант керек кейде оны ұғуға, ұлағатта, тіршіліктің сырында үңілсеңіз жатыр ақын жырында деп ақындар жырлағандай Алмагүл Әшімқызы, сіз мәдениет қызметкерісіз. Осы ақындық жолға қалай келдіңіз? Алармысыңдар, құрметті менің балапандарым, ұлдар, қыздар, ұстаздар. Өте қуаныштымын. Мен алғашқы рет балалармен осылай кездесіп өткізіп отырмын. Ләззат Серікқызы, сізге көптен көп рахмет. 2019 жылы Ләззат Серікқызымен бірге барып, бүкіл Павлодардың атын шулатып, 100 кітапханашы, 100 мәдениет қызметкері, 100 музей қызметкерінің арасынан кітапхананың ең мықты үздік қызметкері номинациясын, және де 500 мың ақшаны Ләззат Серікқызы жеңіп алды. Мен жеңіп алдым номинациясын, және де үздік облыстық мұражай дегенді Гүлнар Баркенова жеңіп алды. Міне сөйтіп, бүкіл оңтүстік, батыс, шығысында кереку киелі осындай қызмет нелер бар екен деп біз алып келдік. Енді бізді жөндеп ешқай жерге айта алмады енді. Бірақ енді өте қуаныштымын осындай міне. Сол жерге барып, сонда өзіміздің қызметімізді, кім екенімізді сол кезде таныта білдік. Әрине мына ұлы философ Әл-Фараби айтқан екен, ісім алға жүрсін десең, өз ісіңнің маманы бол. Ал дәрежем өссін десең, халықтың адамы бол деп. Сол міне 30 жыл еңбегімде ешқай жерден ешқандай бір марапат алып көрмеген, сол неге барып таныстырып 100 бала кісінің ішінен 6 орын болды біздің. 18 орын болды. Мысалы 100 қызметкер, Библия қызметтік кітапханашы 6 орын, мәдениет 100 қызметкерінің ішінде 6 орын болды. Соның міне соғылып шықтық. Соның мына осы еңбегінің арқасы деп ойлаймын. Осы 5 минуттық осындай роликпен өзімізді таныстырдық. Енді ақындық жолға, енді бұл өзінің айтады ғой, ақындық өнер ол біреуге ерте келеді, қандай өнер болса да, біреуге кеш келеді дейді. Білесіздер, мысалы 6 жасынан музыка жазды деп айтады. Ақындық өнерде, кейбір өнер, бізде Жамбыл деген жігіт болды ғой, қазір көрінбей кетті ол баламыз, қазір енді өсіп, қазір мықты ақын болады ол да ертең. Өйткені ол бала кезден өзі рух береді дейді ғой, Алла тағала. Сондықтан сөйтіп маған да бала кезінде енді жазып жүрмін, енді алғашқы махаббат, енді оның бәрі қалды. Сосын бірақ ағам мектепте енді өлең оқығанда, осы жаңағы Ләззат апаларың айтып кеткендей,
ақын апайларымның әйел ақындағы өте қызық оқитын үйде, және де бізде қазақта әйел ақын дегендер сол кезде ғана танылып бастады ғой. Сондықтан мен Фариза, Құштабақ дегендердің қызығы, шіркін осындай ақын болсам деп армандадым. Ақын болғым келді. Бірақ енді ақындық, және де филолог болғым келді, қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі болғым келді. Сосын семейге оқу, онда бізде Павлодарда жоқ, семейде ғана болды. Семейге оқуға барып, толғау тоқсан қызыл ту деген шығарма жаздым. Өмір шығармадан 3-4 алып көрген жоқпын. Енді ол кезде осылай жазады да, мына жерге жазған неге аты жөнді жазбайсың, мына іште бүйтіп саласың ғой. Сөйтіп менің орныма басқа біреу түсіп кетті. Енді өзім мынжықтаумын. Және де ана мен енді құлап қалды деген кезде жылап кетіп қалдым. Бірақ бұл бәрі әдебиет пен мәдениет жақын. Барлығы бірге. Сондықтан біз сценарий жазамыз мәдениетте қазір. Әр мысалы бір кісінің кешін өткізерге, әр кісіге 4 жұма өлең шығарасын деп. Сол ақындық өнерге қайтып келдім. Сөйтіп бұған енді қайтып келу, сөйтіп ең бірінші қалай жаңа сұрақ қойдыңыз ғой. Өзіме өлең жазып жүрдім енді. Өлең жазып жүрдім. Сода бір күні мына ұстаздарға арналған білесіздер, әндер жоқ мүлде. Ұстаздарға арналған. Орысша бар. Содан кейін бір күні ұстаздар күндеріне арналған бізде Жас Қанат шаңырақ орталығында білесіздер, студия бар бізде. Эстрадалық студиясы. Сол студиядағы Айгүл Ауғанбековна айтты маған. Бір жақсы музыка жазды бізде Ербол Бекболатов деген. Соған енді сіз композитор, сіз соған сөз жазыңыз. Содан ардақты менің ұстазым жазылды. Одан кейін Ербол маған музыкаларды бере береді, мен жаза бердім сөйтіп. Және де ол өзінің нағашы жұртынан келген екен. Менің нағашы атам әкемнің әкесі негізі осы не болыпты. Ақындық өнер болыпты кісіге. Нағашы жұртынан келген екен. Ол сосын өзі 40-қа келгенде, сосын кәдімгідей лирикаға бастым, лирикалық әндер жаза бастадым. Көбіне балаларға арнап, Жас Қанаттың студиясының міне балалар келіп отыр, осында қазір көресің сіздерге арнаған айтады. Сондай әндер жаза бастадым. Сөйтіп ақындық өнерге келдім. Бір қуаныш керек, бір қайғы керек. Және де 40 жасыма келгенде Әділет деген ұлымнан айырылып қалдым. Оны қайғырып төсекте отырып жатқанда Алмагүл Жүгінісова деген білесіңдер, керемет ақын қыз болған екасызым. Ақын қызы керемет өзі. Әрі әнші, әрі ақын, әрі сазгерлік өнері бар, мықты қыз болды. Сол қызым, сіңлім келіп мені 4 өлеңмен төсегімнен тұрғызып, шеріңізді шығарыңыз, өлең жазыңыз деп. Сөйтіп өлең жазып, сөйтіп қайтадан келдім. Бұл неге өлең жазу үшін бір қуаныш, бір реніш, бір қайғы, бір серпіліс керек екен. Бір уақиға керек, серпіліс керек. Алмагүл Әшімқызы, сіз Май ауданы Жанатілек ауылын бойлаған ақ ертістің жағасында еркелеп өсіп, қызығы мен қуанышы, жауапкершілігі мен міндеті, көп өнер әлеміне қызыға армандай қарап, тағдырдың талқысын көп көрген аққұлы Шәтай анаңызға кішкентай бала жүрегіңіз елжіреп, ақын апайларыңыздың өлеңдерін арнап, өлең жазсам деп армандап өстіңіз. Содан анам арнап, аяулы менің анашым деген өлеңді жаздым. Оны 11-ші жыл бір бала орындаған, қазір сондай дауысты баланы таба алмай жүр. Аяулы менің анашым деген, ол жігіт қазір 20-ға келді, Азнабек. Кім еді? Азнабек деген бала. Содан кейін сол әнмен шешеме бір ескерткіш қойғандай болдым. Әлгі әннің музыкасы бәрібір интернеттен қарасаңдар, тауып аласыңдар. Бекболатовтың несінде, сайтында. Және де түсіме бір анашым деген, енді біз өнер адамымыз, үйге келеміз, үлкен болсақ та біздің жүрегімізден анамызды сағынамыз, қуанышымызды айтқымыз келеді, ренішімізді айтқым келеді. Сосын бір күні үйге келдім де анамды қатты сағынып кеттім. Отырып, жылап алдым да жақсылап, қатты анамды сағынып кеттім да, қайтқаннан бір 10 жылдай болып қалды анамның сол кезде. Сосын алдым да, сол түсіме бір анашым деген өлеңін жаздым, соны оқып бердім. Сағындым сені, сағынып жүрмін анашым. Түсіме кірмей неге алыстап барасың, сырқаттансам көз түйді деп үшкірген, тұмарың қайда, мойныма менің тағатын. Өмірдің мынау тұрақсыз тыныштығынан, күдерімді үзіп, қамығып кете қаламын, сол кезде менің қаламым болып қаруым, өлеңдеріммен өзімді қорғап тағамын. Сағындым сені, сағынып жүрмін анашым. Сағыныштан үкілеп хатта жазамын. Сен өзің едің көңілімнің базары, жапырақ жаным, теңізде жүзіп жүргендей, кірпіктерімді
меруерт жасқам аламын, сағындым сені, түсіме кірші, анашым. Толғаныс деген өлең, соны оқып берейін. Ақындыққа болғаннан соң тым таныс, мазамды алып іштен шыққан толғаныс, айтылмаған мұңым менен сырларым, бейнеменің жазылмаған жырларым, сағынышым ұлыма деген тағы бар, тіршіліктің сырын айтар әні бар, тұрғанымда ақ сезімді ақтарып, жүрегімде жатты өлеңдер жатталып, ақ үмітім бірақ неден сескенді, тіпті сенім білдіре алмай досқенді, тағдырымның талқысына жүгіндім, және сырттай өзім үңілдім. Сол мезетте бір қуанып, бір күліп, көкірегімде бір сағыныш бұлқынып, жаңа туған жырларымды жаттадым, сөйтіп жатып, сезбеппін мен ақтаңның да атқанын. Адам өмірінде әртүрлі вақиғалар болады ғой. Соның бірі енді мектепке бір шет барғанда, соңғы қоңырау деген сияқты сондай бір өлеңдер бар шығар сізде. Сондай сәтті қалған шығар сізде. Иә, қалды әрине. Мектепте әлі күнге дейін балалар есімде міне. Мен мектеп бітіргелі неше жыл болды? 80 жыл бітіріп едім. 40 жылға жақында 40. Содан ең жақсы мектеп оқушысы деп сөз береді. Маған сөз береміз деп айтты да. Кәдімгідей толғанып, не айтам екен деп. Сосын былай айтты. Адам өмірінде қимастықпен еске алатын қызық та қымбат күндер көп қой. Сол күндердің бірі үлкеннің де жастың да есінде әлі сақталып қалған күн. Бұл алғаш рет мектеп табалдырығын аттаған күн. Сол күннен бастап сіздер ала қоларыңызға бізді салып, біздің екінші анамыз, әкеміз бола білдіңіздер. Сіздерге өмір бойы мен сіздерге ризамын деп, сосын жарете бір өлең оқығаным бар. Енді міне балалықпен қоштастық, асқарала арманға қол жете ме? Жақсы менде, жаман менде достастық, жастық шіркін жарға жүріп кете ме? Сүрінсекте тұрып алға басамыз, қалғамыз жоқ өмірден біз кеш туып, бөгет бұзған тау суындай тасамыз, алдымызда жарқырайды жақсы үмітпен. Сол мұғалімдерім арқылы деген сол ардақты менің ұстазым деген әнін жазған біздің Шаңырақ орталығының музыканты, композиторы, көптеген әндердің авторы, аранжировщик өзі кім? Ербол Бекболатов, және де сөзі менікі. Енді бұны алғашқы мектептерде бірінші қоңырау, соңғы қоңырауларды айтып жүреді. Толғанай деген қызым жеті Жас қанат студияның әншілері Қайыржан тұрды, Ардақтымен Қайыржан Ардақтымен ұстады. Жазылмаған деп қанды. Андағандан көрді. Не осы не? Тыңдап көріңіздер. Интернетте өте көп дауыс жинады. Бұны орындағаныңыз қазір көй мықты әнші консерватория. Сіз айттыңыз ғой балалар істейміз. Біз музыкалық мектепте бір балалар тауып алып. Тауып берем. Музыкалардың бәрін берем. Минустарымды. Жаңағы түсіме кірші анашын дедіңіз ғой? Остазым саған
өлең. Иә, көп әндерім бар менің. Көктем деген әнім бар. Төрлетсең жаңа жыл. Осы жерде әншілер тауып алып Иә, содан кейін берейін сіздерге. Минусын да, плюсын да тегін беремін. Мен сақтаймын әндерімді. Енді осы ән қалай жазылды осыны? Осыны сосын айтадың ғой, сол әнге сөз керек еді деп, ол кезде сосын алдым да осы әнге сөз жаздым. Музыканы тыңдап отырып, сөз жаздым. Бірақ ұнады, сразу ана бала кімдер, Балин, кім ол кезде орындаған, қазір интернетте жүр, Анеля деген қыз, қандайсың білмеймін. Интернеттен көрсеңіздер тауып аласыздар. Ол кейін бір неде студияда да, неде Астананың бір студиясында да орындап, сонда мұғалімдер күнде мұғаліммен кездесіп, сонда осы әнді орындаған. Анеля қыз консерватория бітірді, үлкен мықты композитор болғызда, өзі қазір көптеген музыкалар жазады. Сол осы ең бірінші тұсауын кескен сол өзі 5-ші сыныпта оқып жүрген Анеля деген қызымыз. Серікбаева Анеля. Бақ сезім өлеңіне Асан Әбдікәрімов ағамыз ән жазыпты. Тамсана құдіретіне таңдай қағып, жүректі сиқырлайды ән ғажайып. Жанымның сұлуы да жылуы да арнаймын сіздерге ән ғажайып. Енді әлі келген жоқ. Өйткені мынау енді бұл мен сіздерге айтайын, бұл махаббат жайлы ән. Бұл жігіттің қызға деген махаббаты, бұл агент деген болды ғой бұрын теле неде. Қазіргідей WhatsApp жоқ. Сол кезде бір қыз маған өзінің сырын айтады да, сосын сырын айтқаннан кейін сол енді. Сосын мен оған арнап әлгіні өлең қылып жазып жібердім. Сосын әлгі қыз әлгіні оқығаннан кейін түсіндім. Енді жас кезінде бірге жүрген жігіті мектеп оқу бітіріп келгенше үйленіп қойған ғой. Енді оның баласы бар уже. Баласы бар екен. Енді ана қайтадан маған көңіл білдіреді сол жігіт. Енді өзің ойла, бір ауылдық екен. Ертең баласы жылап жүрсе, ол махаббат деген ол қалады ол ертең. Сондықтан қайтесің деп сосын осы сөздерін жазып берген. Керемет екен, апай, түсіндім сізді. Иә, семьясын бұзбаймын деп. Ол 11-ші жыл жазған ол ән сізді. Сосын кейін Асан ағам алдыңғы жылы, иә, былтыр менің менде 2021 жыл тұсауын кестік соны. Сол бақ сезім деген керемет ән, енді сөзі де бәрі де әдемі енді. Тыңдауға болады қазір. Қосып қояйық, иә, міне. Ана жігітке өзінің сезімін білдіріп жатыр. Мен саған жоқ, мынау емес, басқа жоқ. Арына басын ұйдырған қызбын, қырық үй қарап отыр, мен немді бере алмаймын саған деп. Сау бол деп қоштасып тұр. Жоқ, мынау сатып отырмайдан жоқ. Ертең қайсыға жетеді. Әлем Нұрбаева деген орындайды. Керемет ән. Балин клип түсіреміз. Шаңырақ орталығынан шықса. Мен шаңырақ орталығынан шықса. Сөздеріне әбет. Жабырқау шақта іздедім тағы өзіңді.
айтқан адам өзінің бойынан өткізіп тұрып айту керек оны. Содан кейін Енді балалар сұрақтарың болса, сұрақтарыңыз бар ма? Ақынға өлең жазу үшін не қажет? Ақынға өлең жазу үшін бір қуаныш, бір реніш, бір қайғы қажет. Бағана айттым ғой, бір серпіліс керек. Сол кезде ғана ақын өлең жазады. Және де табиғат, мен мысалы, маған табиғат көп көмектеседі табиғатта. Мен көктемді, күзді жақсы көремін. Бірақ қыста өлең жазып көрген жоқпын. Не қыста екен, көктем мен күз ұнайды маған. Енді жаңа сенің балам айтқандай, маған қолыма қалам алдырғанда, жаңа айттым ғой, мына ұлым әділетім қайтыс болды деп. Сонда сол әділетім арнап, ана толғау деген өлең жаздым. Ол керемет ән болып кетті. Қазір білесіздер, Керекудің майрасы болған Салтанат Қисатованы білесіздер ғой. Қызы ана Қуанова Жанеледе жайнап тұр. Сол Салтанат бұны қазір толғау қылып тұрып, терме қылып тұрып айтып жүр осыны. Соны бір жыл дайындалды. Содан кейін бір күні маған жіберді. Мен айттым, мен прям жүрегімнен өткізіп жібердің. Қанша адамға беріп едім, мықты айттым. Кейбіреулер домбырамен бүйтіп айтып шығады, маған жоқ. Сол қазір осыны ана толғау қылып тұрып айтып жүр. Оның өнердегі нағашым, мемлекет сыйлығының, бар сыйлығының иелері, композитор, сазгер, Алтынбек Қоразбаев көкеме жіберіп едім, мықты жақсы жазылып дедім. Мен сіздің қара кемпіріңіз сияқты қылып жазылып па, дұрыс па дедім. Енді ол кісінің ана қара кемпір деген әні білесіздер ғой. Қаншама халықты, әлі күнге дейін халық соны сағынады. Сол сияқты марқұм Әділет Қанағатұлының рухына арнаймын. 8 жасында суға кетіп қайтыс болған, 97 жылғы. Қазір тірі болса, биыл 24 жасқа толар еді. Енді сол ана толғау деген өлеңді оқиын. Хан тәңірден тілеп алған, жалғыз ұлым құлыным, көз алдымда желбірейді желді есіп тұлымым. Айдан сұрап, күннен сұрап, келеме деп шарығым, анаңның да таусылды ғой, тама-тама нұрымым. Су құдайы Сүлейменге жыласам да жалына, менен сені тартып алып, бала қылып алдыма. Көз жасымнан көз жасадым, ақ бұтама бір күні, сол айдында сен еркелеп отырар деп алдымда. Ет жүрегім елжірейді, езідеді бауырым, мен тағдырдың тартып келем, азабымен аурын. Сені көрем толған айым жүгіргендер томпаңдап, жанға медет жүрекке дем, артыңда бар бауырым. Сәби едің, пәк жүректі, періштем ау құлыным, күліп бір күн қарсы аларсың, қақпасында жұмақтың, жатқан жерің жарық болсын, айналайын құлыным. Алайшым қызы, сіздің мәдениет саласына бет бұруыңызға не түрткі болды? Мәдениет бұруыма, содан жаңа айттым ғой, неге құлап қалды менің орныма бір. Сосын енді қорқып ақырана неге тапсырған жеріме архивтің несіне бардым, ана бір көзі көрмейтін, осындай бір адам отыратын кәрі үлкен кісі. Аға, мен ана жазған шығармамды өз, мен өмірі шығармадан да мазмұнан да қазақ тілден мықты оқыдым, бір 4 алып көрген жоқпын дедім. Сосын көрсетті, қарақ қаса бассаған, анау мазмұн жазды, мен шығарма жаздым ғой, толғау 90 қызыл ту. Сол кездегі ақындар, Надежда Лушникова деген орыстың ақыны болды, біздің Қазақстаннан шыққан. Солар туралы жазғап, сосын айттым, менікі емес деп едім. Ойбай, балам, мен уже пенсияға шығуыма жарты-ақ жыл қалды. Енді сенің орныңа біреу түсіп кетті, енді ренжімеш. Ана жерде кісілер толып отыр, любой бір техникаға бар, музыкалкаға бар, қайда барам десең, ана жерде тегін, ол кездерде тегін ғой. Маған түстеп отыр бәрі. Сосын, сол кезде Семейдің музыкалық колледжі шақыртып барған жоқпын қайда. Жоқ, мен неге сол бәрі келеді деп. Сосын сөйтіп жүріп, мәдениетте қызмет жасадым. Клубта жұмыс істедім. Жаңа Тілек ауылында клубта істедім. Сол бітпеттей ғана ауылымда менде 8 құрылым болды, 8 үйірме болды. Оның ішінде әжелердің үйірмесі, бүкіл ауылдағылар, жастардың үйірмесі, содай керемет жұмыс істедім. Содан бір күні совхоз директор шақырып маған премия беріп айтады, Алмагүл, сен осылай жүресің бе? Неге оқуға түспейсің? Бар енді ана, оқуға түс ана. Сол кезде Ақсудың культ просвет деген білесіздер қазіргі? Мықты болды. Бүкіл Союздағы ең мықты мәдени ағарту училищесі болды. Бұның ішінде 400-100-ден астам оркестрдар кісілер отыратын, бөліп тұрып отыратын. Хоровой дирижер деген, Москвадан келген мұғалімдер. Мен сол кезде, сосын режиссура клубных мероприятий деген содай бар екен, режиссура клуб.
шараларының режиссері деген. Соған оқуға түсуге келдім. Өзім ауылдан келген, қазақша жөндеп, орысша жөндеп сөйлей алмаймын, анда орысша оқу керек. Сосын режиссерлар бәрі сұрады, ана нені музыкальный данныйын тыңдады, немен ноталарды ойнап берді, және өздерінің ойнағандарын бәрін қайталап бердім, слухты тексерді ғой енді. Сосын айтты, ал енді не істей аласың? Мен айттым, сол кезде өзім тілім келсе де келмесе де Клара Новикованың бір монологын оқып алған, жаттап алғам, соны оқып бердім. Бір кезде ана өзім күлмеймін, оқып жатырмын, осыны айтып жатырмын, хожу я рано утром, над двором солнце, во дворе соседка, она мне говорит, деп айтып күлдіріп жатыр мені. Сосын бір кезде, молодец, я тебя беру деп Шмутко Александр Анатольевич деген режиссура қалды. Бірақ өкінбеймін, мықты мына университет бітірген сияқты. Сценарий жазуды үйретті, сахнада қалай жүріп тұруды үйретті, микрофонсыз жұмыс жасап, анадай шекте отырады өзі, выступает, заслуженный, қалай объявлять ету керек, ведущийға үйретті. Кинотехника ол кезде айтады, а вдруг сен клубқа барасың, сенде кинотехника жоқ. Міне ол кезде кино көрсетеді ғой. Оператор жоқ бұл сөз. Иә, оператор бәрібір өзің киноға түсіресің. Фотоаппаратқа үйретті, фотоға қалай түсіру керек, фокус деген қалай болу керек барлығын. Өте, сол 2 жыл 7 айдың ішінде барлығын үйреніп шықтым. Бірақ енді мықты актриса болдым. Содан енді мені Жургенов атындағы театрға бар енді оқуға түстеп, соған маған жолдама берген. Бірақ енді тұрмысқа шығып кеттім, уақытым болса деп қалды ойдып. Бірақ енді өмір бойы, қазір енді қойдым, міне биыл осы пандемия келгеннен бастап тоқтадым, енді осымен тоқтадым. Өмір бойы балаларға неше түрлі жаңа Жалмауыз кемпірдің рөлін ойнаған жақсы көрдім. Соны ойнайтын айтты ғой, бала кезінде біздің үйде қиса кітабы болатын. Үлкен мынандай. Әр қиса деп басылады ғой, әр қиса. Сөйтіп оқимын. Сосын әжем шақырып алады, бізді отырғызады, айтады, ал қанеке алмады. Мынаны оқы дейді. Сосын оқимын. Оқығаннан, күнде оқығаннан әлгін жаттап алады екенсің. Содан бадамша келіп, бір ана оқисыңдар, Қобыланды батырлар туралы білесіздер ме? Эпостар мықты. Содан бадамша деген сақау кемпірді кетіріп, шөлеге бүйтеді, әлгін бәрін келтіріп. Сосын әжем айтады, ертең тойға барамыз, қазақша киіндіріп қояды мені. Тойға барып, алмады оқығаны, бадамшаның рөлін келтір, енді ананы оқы. Ал енді шайғырлықтың несін дауысын келтір, аттың дауысын келтір. Мен сөйлеп кетеді ғой, жердің астына. Жеті қап жердің астына түсіп кеткенде шалғиылып. Бүйтем деп ағын айтып. Соның барлығын жатқа айтып, сол ауылда әртіс қыз атандым. Ауылымда. Сосын бәрі айтады, ол кезде Шолпан Байғабылова деген халық әртісі, тамаша деген театрда кезінде ойнаған, театрда ойнаған, Қазақстан мемлекет сыйлығының лауреаты. Менің жерлесім сол Шолпан апам сияқты актриса болу деп жүрдім. Осы Дариға деген қызы бар да? Иә, қызы бар. Перекрестікте ойнаған. Иә, перекрестікте ойнаған. Негізі ол кісілердің бәрі біздің жақтың тумасы ғой. Сол жақтан шыққан. Сол сөйтіп, бірақ домбыра үйрене алмадым балалар. Менің үйде ағам, 2 ағамның екеуі де домбыра үйренді. Үлкен ағам жаңа айтты, 37-39 жасында қайтыс болып кетті. Айтыскер ақын болды солақай. Домбыра үйрене алмадым. Осы бірақ қазір домбыра білсем, мүмкін айтысқа өткізетін арасында. Сондықтан мен домбыра үйрене алмадым. Бірақ мына әженің тәрбиесі мықты. Қазір бізде әжеміз бұрын әкемізден ерте айырылып қалды да, шешем жалғыз. Сонда әжем көмектеседі, біз өзіміз 5 баламыз. Үлкен ағам осында Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп-интернатта оқыды. Біз қалғандарымыз ауылдамыз. Содан бізді ағам келеді ғой, жазғы каникулда. Бәрімізді әжем шақырып алады, күн ыстық бергеніңдер. Өзі байдың қызы болған кезінде кербез әжеміз. Сосын айтады, ал осылай жүгіре бересіңдер ме? Ойын ойнаймыз. Біле деп осылай ханның орындығын жасайды. Арқасына 3 жастық, астына 3 жастық, аяғына 1 жастық. Үлкен ағамды қаршығаны отырғызып қояды хан болып. Оның бас уәзірі үлкен ағам, екінші жағындағы уәзірі үлкен апам, сосын бауырым екеуміз құл болып отырамыз. Сосын әжем ағамның құлағына сыбырлайды мені, жұмбақты. Қазір мен сендерге соны айтайын. Ана ауылдың будасы, мына ауылдың бурасы, желкіл дейді шудасы. Сосын мен қолымды көтеремін, мен білемін. Ана білмейді, сосын сөйтіп аламды, ана 2-ші ұлдың орнына, ана менің бас уәзірдің орнына алып аламын. Ол пештің мұржасынан шыққан түтін. Сосын айтады, кішкене құдығының суы тәтті дейді. Ана, сосын мен айтамын, ол не, ол айтыңдаршы.
мал сойған кезде болады ол. Кішкене құдығының суы тәтті. Құс. Ауылдық жерде болса, қыстырады. Жіліктің майы. Не, жіліктің майын құс деп оның керемет тәтті болатын. Анан соны. Содан кейін алыстан салдыр күлдір, жақыннан бұрама темір дейді. Сосын мен айттым. Бұл көшпелік қазақ халқының заты. Сөйтсем, әкесі құлыпна біздің қазақтар ойлап тапқан екен ғой құлыпта. Сол кезде әжем айтады, мынадай сандық болатын әбдіре дейді. Мынадай бүйтіп бұрама немен жабылады екен. Сонда құлыпты біздікілер ойлап тапқан екен. Сөйтіп әлгінің неге рухани қазынаға барғанда мен айттым, сондай ұлы даланың өнерпаздар керуені деген жобамен келе жатырмын. Сол жобаның ерекшелігі жаңылтпаштар айтамыз, жұмбақтар жасырамыз десін. Сосын ой, ол бәріміз далғали жасырып көрейін дедім. Түгел интернетте іздеп жатырмын, ол интернетте жоқ. Ол әжемнің бала кезінен біз үйреткен. Сөйтіп енді дәл уже енді ханның жанына келдім, ханның орны қалды ғой. Енді бір жұмбақты шешсем, ханның орнын алайын деп отырмын. Әжем айтады, әйел адам хан болмаған. Болды, енді құдалық ойынды ойнаймыз дейді. Сосын кәдімгідей әбдіре толған неше түрлі нелер ашады да құдалыққа көрсетеді. Мынау немене апарады, қалай құдалық, сол тәрбиелік мәні бар екен. Мен қазір сонда баяғыда үйдегілер жағаласып отырамын ғой. Мынасын отқа саларын салған жоқсар, анан салып сонда айтатын. Тақылдамай түш отыр сен қара қыз деген. Мен әжемнен бәрін үйреніп алған деп. Сосын қалтақтарар деген болады ғой. Білесіздер ме, күйеу баланың қалтасына бірдеңе салынды деп. Енді оның барлығы әженің тәрбиесі, университет. Ол кезде рас үлкен ата-аналардың жанында отырып балалар тәрбиені алады. Содан не түткізеді? Әжем өзі шебер болды. Қол шебер, керемет. Сырмақ сырады, кәдімгідей той болады, ауылда той болады. Кәдімгідей ет асылып жатады. Әне жерде қылышы несімен бәрімен. Бізді қыз балаларды алып келеді, қазақша киім кигізіп қояды. Түгел қазақша киінеді бүкіл ауыл болып сонда. Сосын әлгі жерде сырмақ сырады. Ана жерде не сырмақты қалай сыратынын көрдік. Кигізді қалай басатынын көрдік, оны қалай бояйтынын көрдім өз көзіммен. Кигіз басы болады, кәдімгідей әндетіп жүріп әлгінің бәрін жасайды. Соның бәрін бізге мына сұрайды, мынау немене қылыш, мынау неменесі, мынау неменесі. Бәрін сол теп тапқандағы барлығын ән жерде тәтті береді бізге. Сосын ана не? Түтеміз ғой, жүнді. Түтіп отырған кезде әжем оларды айтады. Жақсылап, тазалап түтсеңдер, мына қазір моншақ түт дейді. Сосын алады да бір-ақ моншақты алады, үстінен бүйтіп лақтыра салады. Апайым мәз болады, мен айтамын, жоқ, әже өтірік айтасың, қалтаңнан алды. Қалай керемет дәстүр болған еді. Дәстүр керемет болды. Тағы сұрақтар балалар. Сіз мәдениет қызметкері болғаныңызға өкінесіз бе? Жеңістен жеңіліс болды ма? Өкінбеймін. Енді расында да міне 30 жыл мәдениет саласында істеп, неде өзі ана жаққа барғанда барлық ана конкурсқа барды ғой, 5 минуттың ішінде таныстыру керек. Кейбіреулер 1 сағат таныстырды. Уже өшіріп тастайды. Анан сонда да болмайды, айтып жатыр, нелерін көрсетіп жатыр, медальдарын көрсетіп жатыр, бүкіл мақтан грамоталарын көрсетіп жатыр. Мен айттым, жоға, менікі көп емес өзі. Неде ішкі істер саласынан алған грамотам бар, сыбайластықтан алған нем бар, сосын облыс әкімінің 1 грамотасы бар, өзі 4 шаңырақтан алған, 5 грамота бар, одан басқа ештеңе жоқ деп күлді ғой. Сосын айттым, енді жұмысымды бәрі таныстырып айтқаннан кейін риза болды. Сосын айтты, ой, Пырмай, сіз 30 жыл бойы сахнаның сыртында жүрген екенсіз ғой, қандай керемет, қандай жұмысыңыз ақталмай жүр екен деп, сөйтіп мені сол 20-шы жылы мәдениет саласының үздігі деген маған медаль берді. Бұл енді жеңіске жеттім. Сосын сахнаға шығғандағыны сыйлап атқанда мен айттым, бір шаңырақ мен тербеткен бесігім, бір шаңырақ салт дәстүрім есігім, қос шаңырақ ұйытқысына айналған Алмагүл Әшімқызының бересіздер дұрыс шешімін деп мен айтқаным ғой. Аяқтағана соңында. Сосын айтты, о, қалай қатырды. Басында барлығын айтты, 5 минуттың сіздерге бізге сіздер көпсіздер. Біз 5 жюри шаршадық. 5 минутте регламент болу керек қой. Регламентті таныстырып сөйтіп, сосын айттым, төсбелгісін, мәдениеттің алғалсын, болсыншы мәдениетте бағым басым. Бұл марапат еңбегімнің жемісі, бұл марапат шаңырағымның мәдениетімнің жеңісі деді. Міне сөйтіп былтыр енді 55-ке келдім. Қаншама өзімнің көңілімнің көктем атты кешімді өткіздім ақын апайларымен, бәрімен кездесіп. Және де Май ауданы биыл тәуелсіздікке қарсы маған
Май ауданына сіңірген еңбегі үшін деген мен осындай төс белгі бердім маған. 30 жыл болмаған енді мемлекеттік. тек пармен алып жатсыз. Сосын былтыр еңбек даңқымды алдым. Енді өзі келе береді екен. Елемеске келгеннен кейін келе бастады барлығы. Сондықтан жаңа айттым ғой, өзіңнің маманы болуға тырысу керек. Мен үйтіп жатырмын, мен бүйтіп жатырмын демей, сені халық біле беру керек. Халық сізді білсе, кейбіреу мысалы айтады, бір әнмен мысалы шудың бойында тағы әндермен танымал болып кетеді. Сіз неге? Мен айтамын, неге мен өзімді өзім таныстырмаймын, мен халық мені білу керек деп. Сондықтан әнімді естіп, ана Маңғыстауда менің тағы да бір Қызназы деген әнім бар. Оған Баянауылда 7-ші сыныпта оқитын бір бала видеоклип жасаған. Не? Сол Қызназы деген әнім керемет, сол қазір сол жақта хит болып жүр деп біздер айтып жатыр. Сондықтан сол мен өз ауылымды жақсы көремін, ауылды жақсы көремін. Бәріміз ауылда өстік. Ауылға жететін ештеңе жоқ. Ауылдан айтады ғой, адам көшкенмен ауыл адамнан көшпейді деп. Содан былтыр ауылымды қатты сағынып кеттім. Енді үй саттым, үй алдым, сол ауылыма бара алмадым былтыр. Сосын ауылыма арнап бір ауылым деген өлеңін жаздым, соны. Ауылға деген сағыныш, соны оқып бердім. Ауылға келдім, қауымға келдім сағынып. Сендерді аңсап балалық тұмар тағынып. Аққулар қайда, айдың көліңде шулаған, ұлдарың қайда, қыргүлін бізге жинаған. Күндерің қайда, білдірген терген күн бойы, түндерім қайда, ғашықтар жырын тыңдаған. Терек қасында кездескен талай ғашықтың, сырларын бүгін ән қылып елге сыйлаған деп жаңағы айттым ғой, Қызназы деген әнді. Теректің қасында жігітке кездескен қыз бен жігітке арнап жазған. Соларға ана жол кісілердің уже 60-тан асып кетті қазір. Сол кісілерге айттым, оның видеосын бәрін жібердім, қуанып қалды. Елімді аңсап, ауылға келдім сағын. Тек орның қаптау, киелі қара шаңырақ. Төмпешік болып қалыпты орны үйімнің, кіндік қан тамған киелі менің бұл үйім. Өзіңді аңсап, қаладан бүгін жеткенмін. Ыстық қоймаған сазыңда ауаң таңдырың. Өзіңді ағынып, аңсап, сағынып, саған жеткенмін. Бауырыңа басшы, қара қыз келді ауылым. Үлкендер қайда, ақ көңіл жасаң қауымым. Дұға жасап, бақилық болған жұртыма. Суыңнан ішіп, сөлімді солай қандырып. Сағынышымды басып, аттанайын мен де қалаға. Естелік қылып ауылға осы өлеңді. Тұрақсыз мынау, тынымсыз тірлік өмірге. Оралсын солай, сағынышым басып қарағыз. Жиналған кездерімде, тау менің шағылып түңілгенде, мен өлеңге басырып сол бір сәтте, аттанамын сол сырлы мекеніме. Кейде күліп мен онда жылап алам, ешкім менің жанымды ұға алмаған, осы мекен, кең мекен дәл мен үшін, жүгіріп те мен онда құлап алам. Ешкім сезбес, ғажайып күй кешетін, қандай жақсы менің сырлы мекенім, бұл мекенде шаттығымда жатқандай, қайта гүлдер көңілімнің көктемі. Арақымның өзінің сырлы мекені болады. Сол сияқты Сұрақтарыңыз бар ма? қоя беріңдер бала, сұрақтарың бар ма? Қолыңызға қалам алғызуға себепкер болған кім? Бұл себеп болған бала кездегі алғашқы махаббатым. Енді біздің ауылда бала кезімде, енді сендерде өзі неге өсіп келе жатсыңдар, мен бір 12 оқып жүрдім, 12 жаста болдым. Ауылдан бір қаланың жігіті келетінді, ағаларымен бірге волейбол ойнайды. Сосын енді біз оларға қарап тұрамыз да, біз мәшік тапап береміз ба. Сонда ана жігітке ақырып қарап қоямын. Сосын бала кездегі махаббат. Енді қарасам әлгі жігіт, енді мен баламын ғой, енді 15-16-дағы жігіт, мен 12 жастамын. Содан әлгі қарайым, әлгі жігіт маған қарамайды, ауылдағы бір қызбен жүреді. Әлгі қызды тіпті жек көріп кеттім. Әлгі қызды көрсем тура ғой. Бірінші махаббат деген ғой. Үйге келіп өкіріп жылап аламын, жылаймын, содан кейін өлең жазамын. Сосын ағам бір күні көріп қойды әлгіні. Сосын алыпты да 5 қойыпты. 5 және жаңа плюс. Ұмытып кеттім жатуға. Сол өйткені сезім бұл бәрінде болады. Балалық алғашқы махаббат кеше ана Беспаевтың концертінде болды. Сонда алғашқы махаббатты айтты ғой. Алғашқы махаббат бәрінде болу керек ол. Айтады ғой, махаббатсыз адам не дейді?
тұзсыз ас ішкенмен бірдей дейді. Мына тұзсыз тамақ ішсең дәмсіз ғой, сол сияқты. Ол махаббат адамға шабыт береді, қуаныш береді. Сондықтан мен сендерге айтайын, бір күні қиялдағы арман деген өлеңім бар. Бұл да махаббат жайлы. Мен енді бұл расында да бір түс көрдім. Түс көрдім де, түсімде сондай бір кісі маған ғашық болып жүр екен деймін. Мен әр кісіні менсінбеймін. Содан кейін бір кезде әр кісіге сағынып іздеп барсам, жоқ, ол кісі кетіп қалыпты. Все, хат жазып кетті, адресін де жазыпты, телефонын да жазыпты. Сосын жылап ояндым да, осы өлеңді жаздым, күзге қарай жаздым. Көңіл қыз боп бара жатыр жанарсыз. Кездесуге сіз де, мен де амалсыз. Көңілдегі жеткізе алмай толқынды, жастығыма тамшы болып тамасыз. Түске кірсем тағы міне керексіз. Біздің жаққа қарамапсыз, елепсіз. Сөйтіп менің көңілімді суытып, жанарыма мың себесің, себепсіз. Қиял менен, ойға келген арманым, сүймеймін деп мен өзімді алдадым. Мен өзімді алдар қарты беріксіз. Өзіңізбен кездесуге бармадым. Кездесуге сіз де, мен де амалсыз. Өтінемін, кінәттаңыз маған сіз. Жалғыздық деп аталатын құрлыққа, жалғыз ғана кетіп барам алаңсыз. Жалғыздық деп аталатын құрлыққа, тағы міне кетіп барам амалсыз. Енді сияқты мектепте оққанда еді, көздерінен көреміз ғой енді кім-кімге ғашық екенін. Соғыстан неде, ол кезде біз дежурство болатын, бізде неде, вешалкада, киім ілетін жерде. Сосын аламыз да, ана қыздың қалтасын алып хат жазып қоямыз Дәуреннің атынан. Бүгін водокачканың жанында сол уақытта кездесейік деп. Сосын ана қыздікін аламыз да, ана жігітке салып қоямыз. Сосын барамын да подружкаларыма айтып, бүгін екеуі кездеседі. Су алуға водокачка келеді, екеуі де бір-біріне ала көзге қарайды да кетеді. Ойбай, анау каса бір-бірін жақсы көрмейді екен деп. Сіз ойлағандай болмайды. Мен ойлағандай болмайды. Ой, сондай қызық. Жақсы әндер керемет. Ал енді мынау сіз енді сапқа тұрмайдан кеш өлеңді қалай жаздыңыз? Сапқа тұрмайдан кер, қазір мысалы мен айтпақшы, Семей елі, Қайнар деген, Абрал деген аудан бар. Соның Қайнар деген ауылында 10 бала тәрбиелеген Қасымбай, мен Бұзаубаева деген, негізі мен фамилиям Тайкенова. Сол атам 7 ұл, 3 қыз. Бір келіні фамилиясын алмапты, фамилияң жаман деп. Мен осы атамның фамилиясын тегін алдым, Бұзаубаева. Атым шығарып істеді. Содан 9 майда бәрі балалар жиналамыз ғой. Мен төрге тұрысып қояды. Енді менің ол кезде абысындарым 40 жаста. Бәрі жүгіріп жүреді, мен атамның жанында төрде отырамын. Сосын қонақтар келеді, акимат келеді, атам айтады, жоқ, менің балам бұл. Өзімнің тегімді алып, ата, атыңды шығарам ертең. Жоқ, атыңды шығарам осы дейді. Атын шығарам ғой. Ата деді. Енем шымшиып мені бар, ан жаққа бар деп сөйтеді. Тише отыр. Ана келіндерін біреу алған жоқ, менің тегімді Алмагүл алды, Алмагүл атымды шығарам деді. Сөйтіп, содан Қайнар еліне 9 майда жылда барамыз. Жылда барамыз өзі 9 майда. Және 9 жыл барғанда осылай сендермен сияқты кездесу өткізеді. Кітапханада өткізеді, көй мәдениет үйінде өткізеді кешке қарай. Бүкіл әндерімді бәрін беріп кетті. Бір күні барсам, День Победы айтты. День Победы ыңғай орыс әндерін айтып тұр. Ыңғай орыс әндері. Жоқ, айтсын енді День Победы бар, сонымен біз өзі тәрбиелендік. Бірақ енді қазақша ән жоқ, жүрегім ауырып кетті. Әй, осы үйге келгенмен бір ән жазайшы дейді. Сосын жаңағы сапқа тұрмайдан керді жаздым. Сосын соғыстан қайтпаған Журавли деген фильм есіңізде шығар еді, помните Журавли? Сол көргенде әсер алып, сол Журавли сияқты Арыстар деген ән жаздым. Мәңгілік, о мәңгілік, жүрегімізде қайда, ұмытып қалдым, осы кімді айтады? Жас қанатта жеңіп алған Мадияр Бақтияров айтады. Соны мықты қылып айтып жүр қазір. Арыстар деген, сенің жаның қанатында кептердің дейді. Ол түсінбейтін айтым, кептер деген это голуби. Көгершіндер деп айта алмайсың. Сондықтан сол Арыстар деген ән жаздым. Оған қазір интернеттен қарасаңдар, Арыстар әні Алмагүл Бұзаубаева деп аты шығады. Или Ербол Бекболат деп жазсаңдар. Оны да ана бала айтып жүр. Сосын сапқа тұрмайдан керді жаздым. Сосын Қайнар еліне арнап бара жатқанда өлең жаздым. Даласы бар сахарадай кең байтақ, тау жатыр шыңғызында қараппақ. Кең даланы дүрсілімен оятты, ат тұяғы дүбір қағып ойқастап. Ат шалдырып, келдім елім армысың, Қайнар елім, қайын жұртым бармысың? Керекуден сәлем алып келдім мен, шуақ шашын ауылына таңғышым. Ата берсің әр күндерің ақ болып,
бата берсін әр түндерің бақ қонып, топырағыңа бас емін қайын жүр. Тәңір маған жар сыйлаған бақ қылып, қайнар ұлы болды менің тағдырым, қайын жұртым өшпес мәңгі тамырым деп. Сөйтіп служу қайын жұрты болып кетті. Сөйтіп арыстар сол әндерді сапқа тұр майдангерді қазір кім алып алды? Бұрын балалар топ айтатын. Оны мен неде болашақ деген кадет бар ғой, кадет мектебі. Содағы бір 4 баламен жазғанбыз. Ол балалар уже қайда үлкен жігіт болып кетті, қазір өсіп кетті барлығы. Енді қазір сапқа тұр майдангерді кім Нұржан Сарқанбаев деген орындап жүр. Мына өзі маршевой, как раз кадеттің балаларына бүйтіп маршпен бізде бүйтіп бір көтеріп сахнаға шақыру керек сияқты болды майдангерлерді, ардагерлерді. Соларға арнаған. Өтсе де қанша жыл, қанша күн, көзіңде ұшқыны соғыстың. Ерлікпен сен жеңдің жауыңды, майдангер, жеңіс той сенікі төрге кел. Күн шуақ әкелді майдангер жерге, бейбіт жасасан еліңде. Майдангер достарға еске алып біз бүгін бастайық шербін жеңістің. Майдангер достарға еске алып біз бүгін бастайық шербін жеңістің. Ордаққа өнеге ерлігін, ешқашан өшпейді есімің. Сапқа тұр майдангер, сапқа тұр, бастайық шербін жеңістің. Күн шуақ әкелдің майдангер жерге, бейбіт күн жасасан еліңде. Майдангер достарға еске алып біз бүгін бастайық шербін жеңістің. Майдангер достарға еске алып біз бүгін бастайық шербін жеңістің. Маршпен айтуға болады. Жақсы, міне жаңа өлеңдерді іздейміз ғой кейбір кезде. Енді біз бағана айтып отырмыз ғой, адам болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Енді қоғамда жақсы істегің келеді, өзіне ісін қосқың келеді. Сіз енді соны түгел сізде қатырып бар, енді қандай бар азамат бағалаған кезде ең алдымен ол қоғам алдындағы атқарған қызметі, халқына сіңірген еңбегі ең басты өлшем болмақ. Енді біз сізге арнап, біздің бір бала осындай жақсы бай болады Санжар деген 7 жасының оқушысы өзінің өлеңін оқып берді. Ана деген өлең. Ой жаным. Бала кезден өсірген. Бала кезден өсірген, қанша күшін кетірген, түнде тұрып ұйқыдан тәтті түсін көрмеген. Қанша уақыт жанында, әр қашанда қолдадың, алақанда аялаған, қарызбын саған анашым. Ауырмашы анашым, ауырмашы, өмірдің әр уақытын бағалашы. Қанша уақыт кетірдің мен үшін, тастамашы бұл өмірдің жалғанында. Анашым, алтын күміс бар байлығым, сенен қымбат жан таппаймын. Сенсің мені өсірген, жетелеген, сенсің мені осы өмірмен таныстырған. Бесікте ана, бесікте бөбек, бірі тербеледі, бірі тербетеді. Бала бауыр өсіп те келеді, анаға жалғыз сол жетеді. Ой, бәрекелді. Өлеңдеріңіз бар? Кітапша шығармайсыз? Шығарам. Сол әнелі не деп жүрмін енді. Соны шығарайын деп отырмын. Көптеген 20 шақты
бұның ішінде естеліктер қазір ұстаздарым бар менің өзі. Сол ұстаздарымның нелерін бәрін жинақтап, еще ұстаздарым туралы ештеңе айтпайды, жазбайды, соны үлкен бір кітап шығарайын деп отырмын. Бірақ енді нотасымен, несімен бір кітап шығарамын, міндетті түрде сіздерге сыйлаймыз. Бәрінің нотасы бар. Қазір енді Астанамыз өзіміздің Түркістан қаласы. Бүгін әлем танысанған қуатты мемлекеттің мақтанышына айналды. Енді сол Астанамызға арналған көп енді ақындар енді өлеңдер жазып жатыр. Сіз де өз жүресізді қосып өлеңіңізді шығардыңыз. Әдемі жақсы клипті. Думан тобы орындаған, иә? Жоқ, мынау қазір Серік Рысбектің орындауында. Думан тобында клип жоқ. Негізі бұлардың орындауындағы осы ән, бұлар клип жазамыз деген 1 миллион екен. Сосын Серік өзі ғана жазды. А негізі бұл қазір айтады, бізде әуежайда Астанада орындалып тұрады. Бұл қазақ концерттің әншілері айтады. Алмагүл Әшімнің сіздің әніңізді көріп тұрамыз. Астана. Сөзі менікі, әні Ербол Бекболатовтікі. Осы музыканы тыңдап отырып жазылған. Әлемге әйгілі жас қала, атымен әрқашан мақтанам. Юла естігенде енді білесіз ма? Авторы Айдың күнің қаласқан өзіңе, самғайды құстарың көзіңде. Асығып жетемін өзіңе мен, сағынсаң кіресің түсінбесің Астана. Астана, мәңгілік елімнен шығарысың Астана. Жастығымның кәрім бәстігімсің жас қала. Ғашықтар жырлаған жыраны жас қала. Бақытқа бөлеген орманымсың Астана. Ғажайып ертегі гүл бақымсың Астана. Нұр шашқан шуақты қалқыма. Аспанның гүлдеп тұманмен, бойыма рух беріп тұрған сен. Жүрегі елімнің жас қаласы, ел халқым ешқашан мойымасын. Алдыма тербеткен бесігім, бірлікпен жазылған есігім. Құлықты халқымның ардағысың, әр елдің аңсаған арманы сен Астана. Астана, мәңгілік елімнің шаңырағысың Астана. Жастығымның кәрім бәстігімсің жас қала. Ғашықтар жырлаған жыр әні жас қала. Бақытқа бөлеген арманымсың Астана. Ғажайып ертегі гүл бағымсың Астана. Нұр шашқан шуақты халқыма. Астана, мәңгілік елімнің шаһарысың Астана. Жастығымның кәрім пәктігімсің жас қала. Ғашықтар жырлаған жыр әні жас қала. Бақытқа бөлеген арманымсың Астана. Ғажайып ертегі гүл бағымсың Астана. Нұр шашқан шуақты халқыма. Керемет әдемі. Бұл Рысбек Серік қызы бізде оқиды, Думан ба? Ұлы ма? Ұлы оқиды екен. Қайда? Қазір бар осында жоқ. Осында жоқ олы. Не осында оқиды деп айтады. Осында оқиды. Думан тобы бұл негізі. Думан Бұлар ең алғашқы рет 11-ші жылы сөзіңізді бөле кешіріңіз. Концертпен неге барамыз дейді Астанаға. Астанаға және де неге конгресс болған. Ой, тұрмай, ондан знамениті нелер отырады, танымал. Ұят қой мен сөзім жазу үшін
деп сосын жазыңызшы срочно мына мықты ән керек бізге деп сосын әлгі музыканы тыңдап отырып жаздым сөзі де бәрі де сәтті әдемі болды Жақсы шықты. Аразы. Клип те қандай күшті шықты. Клип қандай клипі қандай жақсы. жақсы Тамаша, өте тамаша. Жақсы жаны жақсылардан жаралған, жақсыдан жақсы абырой атақ таралған. Қайсар да қылық мәрт мінез жайсан ақын қыз. Еңбегімен ғана бақыттың әнін салалған деп өз тілегіңізді осы әнмен жалғастырыңыз. Көңіл толқына. ал енді құрметті әріптестер мына көңіл толқын деген өлеңді осыны қабыл алыңыздар қатты менің өмірім туралы айтып Тыпырдаймын, тыпырлап тұмшалаған Сұңқардаймын, сонарда тұмшаланған Жылдар жеңіп, бүгінде баяладым Айналамда көбейді сыншыладым Қалғаным жоқ, өмірде құралаған Дәрежем жоқ, біреуден сұрап алған Кешіргейсің ағайынды жолдастарым Кезім болса, көңілден шыға алмаған Жүгірмеймін асығып бұрынғыдай Күндерімде кейде олай кейде бұлай Уақыт қуып артымнан келе жатыр Алғи беріп кейінге бұрылғызбай Қалғаным жоқ, өмірде құралаған Дәрежем жоқ, біреуден сұрап алған Кешіргейсің ағайынды жолдастарым Кезім болса, көңілден шыға алмаған жатқанымда қуанып өкінбедім ұнатқаным өмірді рас дедім ал өмірім шаттанып өнермеген қасында болыңдар балапандар өмірлерің өте сәйкес бақытты болыңдар Қонақтарымыз дексендерді Иә, біздің қадірлі ән сүйер қауым осымен ақын облысымызға танымал республикаға танымал мәдениет қызметкері Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Алмагүл Әшімқызы Бозанбаеваның шығармашылық кеші көңілім көктем деген осымен аяқталды. Енді тыңдағандарыңызға сізге рахмет. Еліміз аман, келе жатқан Наурыз мерекесі құтты болсын. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Жақсы өлеңдер көп болсын, осындай көрермендер көп болсын. Отанымызға сондай жақсы еңбегін сіңіріп жатыр. Мына біздің енді көріністер Түркістаннан. Рахмет. Киелі жерде. Еліміздің ашық болсын аспаны, еңбек тебе биік болсын асқары, ақын жырлап, сәби күліп әрқашан, елімізді өнерге бастай берсін. Осындай сендер өнерпаз жастар дегім келеді. Әрқашанда тек осы біздің міне Муз колледжден қаншама таланттар шығып жатыр осы. Дарындар мектебінен шығып жатыр қаншама таланттарымыз. Сендерді ертең дөкей биік сахнадан көрейік. Көптен көп көңіл қойып, алтын уақыттарыңды бөліп, осындай апайымыз деп танысам деп келгендеріңізге жазатекті сізге көп рахмет. Ұстазыңызға рахмет, ұстаздарға екеулеріңізге. Барлықтарыңызға рахмет.